Bir sergip aldık mı? Ya. İnşallah keyin ko'rib bir sergip aldık. Jaraysiz bolalar. Avvalar bulay qiladigansa bizga barlig'imizga o'sha bo'lib turmush yasaydi. Bu bo'libdi 90 nash qarasangizlar bolalar. Mujaq qilasizlar. Navro'z merosini armoqan sharim aytmaydi. Qanday bolalar? Ya, asıl. Navruz Қазақтың шын мағынасындағы ұлттық мейрамы Наурызды қазақтан басқа көпшілік елдерінен көрі мәселен Үндістан, Иран, Ауған, Бұлғар, Кавказстан да мерекелейді. Балалар не дейді? Наурызды қазақтың шын мағынадағы ұлттық мейрамы дейді. Наурызды қазақтардан басқа күншығыс елдерінде тойлайды. Мысалы, Үндістан, Иран, Ауғанстан, Бұхар және Кавказстанда да тойлайды. Бірақ бұлардың бәрімен салыстырғанда наурызды біздің қазақтың мерекелеуі айрықша сүйімді, айрықша дәлелді. Бұлардың ішіндегі ең күшті тойлайтыны қай ел екен балалар? Яғни біз екен, Наурыз мерекесін ерекше қатты тойлайды қазақ Жансая оқи қой. Неге бізде наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі? Наурыздың 22-сінде не істейді дейді балалар? Күн мен түн теңеледі дейді. Қазір бізде қыстың күндері түнгі мезгіл ұзақ, күндізгі мезгіл аз болса, көктемде, яғни наурыз айының 22-сі күні күн мен түн теңеліп, күн ұзарып, одан кейін түн қысқара бастайды екен. Жарайсың. Жібек оқи қой. Малсыз қазақтың күні бар ма, сол малын аман сақтау үшін еңбек сіңірген қазақ жаздың жеткенінде қалайша өзгелерден артық қуанбасын. Жаздың басы жаңа күн, наурызды қалайша мейрам етпейсің. Қазақ халқы не дейді? Наурыздың келгеніне қатты қуанады, себебі олардың біздің тіршілігіміз не болды? Мал шаруашылығы. Мал шаруашылығына не істейді екен? Қыстан аман-есен шыққанына малдармен қуанып, наурыз мерекесін жақсы қарсы алып тойлайды екен. Ал жарайсыңдар балалар. Олай болатын болса, балалар, алдарыңызға мен жеке жұмыс парақшасын тараттым. Балалар, бар ма барлықтарыңызда? Жеке жұмыс парақшасында сіздерге тапсырмалар берілген, қасында жинайтын ұпай сандарыңыз көрсетіліп тұр. Әрбір тапсырманы орындаған сайын бізге бір ұпайдан беріліп отырады. Ол содан кейін жинаған ұпайларымызды домбыраға істейміз, белгілеп, өз-өзімізді бағалаймыз. Қанекей балалар. Жеке жұмыс парағын алайық балалар. Жауап жазамыз. Бірінші тапсырма. Осы маусымда адамдар не істейді? Яғни көктемде адамдар не істейді балалар? Ауланы тазалап, егін егіп, әркім өзінің жауабын жеке парақшамызға жазайық. Жауап жазасыз. Сұрақтың астына жауап жазамыз балалар. Жарайсыздар. Бірінші тапсырмаға жауабым болса жауап жазамыз. Upalarını sanayip, olsanlar жазып алып.
Tamam, ko'rdingizlar o'ya? Ya, ko'p nuqtalar bo'lgan tezda so'zni qo'yib, so'zni to'ldiramiz. Odan keyin dirish javob nusxalarini o'sha saboq bo'yicha berilgan ularga o'rnab qo'yamiz. O'qaylarni sanaylik. Endi necha o'qaylarni belgilab chiqib, o'zim do'mbira bor. Qanday? Shibek necha o'qaylarni baribir sanab chiq. Qanday? Aynasini necha o'qaylarni? 10 o'qay shibek jaraysin. Shibekga bugun 10. Aynasini 10 o'qay jaraysin. Qanday? O'qaylar sana. Rasul 10 o'qay. Islam 10 o'qay jaraysin. O'qaysanlar. Miras sana yang o'qaylarni. Ya, jaraysin saya. O'ta tomosha bolalar. Бағалау парақшасындағы маған бере қойыңыздар, ya. Бағаларымды журналға қазір қоямын. Іңкәр 10, Айназым 10, Меккенұр 9, жарайсыңдар. O'ta тамаша bolalar. Айзере 7 o'qay. Miras 10 o'qay. Shibek 10 jaraysin. Ayzere 6 o'qay. Жанас 6 o'qay. Жансая 10 o'qay. Aliya 7 o'qay. Nurislan 9 o'qay. Quvanish 6 o'qay. O'qib qolamiz. Nazım 8 o'qay. Jaraysinlar bolalar. Bolalar, o'zi жаңа biz o'qigan matnning ішінде qaraganda ауызы аққа тиін деген сөз бар. Сол сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Айтыңызшы. Ya, süt үшін, ayran үшін жарайсыңдар. Тағы да қымыз үшін. Бұларды қайдан аламыз балалар? Не үшін ауыз аққа тиеді көктемде адамдардың? Жылқы, сиыр, түйе сауады екен, ya. Не үшін көктемде сауамыз оларды балалар? Ya, қолдан құрттар жасайды, ya. Ya, балалар, аузы аққа тиін дегеніміз наурыз айында балалар, күн жылы көктем бола бастағанда барлық жан жануарлар не істейді? Төлейді. Апа-әжелеріміз сол төл жануарлардан не алады бізге? Сүт алады. Сүттен бізге түрлі тағамдар дайындайды. Солай ма балалар? Біздің өзіміздің құртымыз, білетін ірімшігіміз. Я балалар? Наурыз айында көбінесе әжелер не дайындайды? Наурыз көже дайындайды. Яғни біздің ұлттық неміз тағамымыз. Яғни аузы аққа тиін дегеніміз аман есен
өскен болып, малдар төлдеп, яғни өзіміздің өнімімізді алып, жаңадан сүт, шұбат, айран, қымыз істеткенбіз, ішеміз. Сондықтан алтын аққа тию деп атайды балалар. Олай болатын болса, балалар, осы сұрақ-жауап айларына берейік. Оқушылар ұлттық ойындарымызды еске алуға келесі тапсырманы орындайтын болады. Бірінші бізде домбыраға ұқсас. Не дейді? Өлеңнің авторы жарайсыңдар балалар. Мынау қандай ойын бүгінше? Қошқар? Мүйіз. Өлеңде жылдың қай мезгілі суреттелген? Жарайсыңдар балалар. Мынау үшінші ойын қалай аталады бізде? Неге ұқсайды балалар? Торсыққа ұқсайды, иә? Қошқар мүйізді бізде торсық. Күн мен жердің күйі қалай сипатталады? Қыс шыққан қыстың шыққанын, жердің жаңарғанын сипаттаған сипаттар астындағы бос мүйіз деп аталады. Ал қыстың жағдайы өлеңде қалай беріледі? Қыстан аман шыққанды білдіреді. Жарайсыңдар. Келесі кереге ойын деп аталады балалар. Өлеңде табиғатта өзгерістер туралы айттың ба? Айтылған ба өзгерістер туралы? Ол өзгерістер туралы біз жаңа жұптық жұмыста атап шықтық. Қыстың шығуы, құстардың қайтып келуі, шия ағашының гүлдеуі, жан-жануарлардың төлдеуі туралы айтылады. Ал соңғы осы маусымда адамдар не істейді? Еңбек етеді. Мал шаруашылығымен айналысады. Ауланы тазалайды. Одан кейін не істейді? Малдарды не істейді? Өзге шығарады, егін егеді. Жарайсыздар балалар. Оқушылар ұлттық ойындарымызды еске алуға. Олай болатын болса, балалар үйге бір жақты болатын наурыз өлеңін мәнерлеп жаттауға үйренеді. Ал кербайланшысы бүгін сабақты жақсы түсінсек, алдын асықты, шамалы, яғни білгіміз келетін сұрақтарымыз болса, әлде де бізді мазалап тұрған білгілері келетін нәрселер болса, күміс асықты. Ал ешқандай сабаққа түсінбесеңдер, жаңа сөздерді таныспасаңдар, онда бізде қара асықты таңдай қойыңыздар. Келіңіздер. Біртіндеп асықты. Жарайсыңдар балалар. Яғни сабақты жарайсыңдар балалар, отырамын.
шумағымыз наурыз. Бүгін біз балалар Міржақып Дулаттың Наурыз атты өлеңімен танысатын боламыз. Бұл біз жаңа тыңдаған ән Роза Рымбаеваның орындауындағы Наурыз думан әні еді. Бұл әнді естігенде бізге қандай сезім пайда болады балалар? Не сезінеміз өзіміз Наурыз деген сөзді естіген кезде? Жаңа жылымыздың келгені. Солай ма балалар? Иә. Көктемнің жаңарғаны, күн менен түннің теңелгені. Наурыз дегенде біз көшемізді елестетеміз. Солай ма балалар? Қазақтың нақыштағы киімдерімізді, ұлттық киімдерімізді, сәукелемізді, ұлттық ойындар барлығы біздің есімізге түседі ма? Иә. Жарайсыңдар балалар. Балалар, олай болса біздің атты күнделік атты айтарымызға қарайық. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың авторы Міржақып Дулат. 1885 және 1935 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, жазушы. Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбек ауылында дүниеге келген екен. Біз білетін Оян қазақ атты кинофильмін тамашалаған болатынбыз, иә балалар? Осы Міржақып Дулаттың кітабынан алынған терме, азамат деген кітаптары бар екен. Ал бұлай болса балалар, біз барлығымыз тақтаға қарайық. Сәлем достар, ауа райы сондай тамаша, шіркейін көктем мезгілі керемет қой. Қарайық балалар. Наурыз, аспанда күннің нұры, мақпалдай жердің түрі, қуаныш мал мен жанда, қыз шыққан өлмей тірі. Келіпті жылдың құсы, күнде шу көлдің тұсы, күн жылы, ызғары жоқ, жаз шығып кеткен қысы. Боздаған анау тие, құлындап жатыр бие, гүлдеуге бет алып тұр, қызарып қызыл жие. Егінші егін егіп, қостанып арба жегіп, тыныш жоқ ертемен кеш, еңбек пен азап шегіп. Гүл өсіп гүл-гүл жайнар, бұтақта бұлбұл сайрар, тіріліп құрт құмырсқа, жер жүзі бұш-бұш қайнар. Ал балалар, көрдік пе? Не дейді? Әрбір өлең шумағына сай бізге бейнебаянменен іс-әрекеттерді баяндап берді ғой, иә балалар, солай ма? Иә. Ал аспанда күннің нұры дейді. Ал мақпалдай жердің түрі, қыс шыққан өлмей тірі. Яғни қыстан аман есен шыққанына мал мен жан істеп жатыр дейді, қуанып жатыр дейді. Келіпті жылдың құсы, жыл тұстары келіп, күн шығып, көлдің мұзы кеткенде қуанып жатыр екенбіз, иә. Боздаған анау түйе қолындап жатыр бие, гүлдеуге бет алды, қызарып қызыл жие. Жарайсыңдар балалар. Ал келесі. Біз балалар осы өлең шумағында қостанып деген сөзді тыңдадық. Бірақ бұл қандай мағынаны білдіреді? Біздің жаңа сөздеріміздің сандықшамызға сақтап алайық кәдімгі. Қостанып деген сөз балалар, қос, яғни жұп басындағы баспана дейді. Яғни қосқа барып баспана құрып, сол жақта жаңа көктемнен бастап тіршілік жасайтын болса, ата-әжелеріміз соны қостанып деп айтады екен. Яғни бұл баспана екен. Иә балалар, солай ма? Иә. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, алдарында бір топтық жұмыс бердім сіздерге, қараңдар. Осы өлең шумақтарына
Birinchi to'p qanday tafsirma berdi sizlarga? Navruz merekesinde qalay to'ylaysiz? Sol turali әңгіме жасай qo'yingizlar. Sizlar көктемнің еңбек тақырыбында өздеріңіз шағын әңгіме жазыңыздар. Яғни көктемгі еңбек, көктемде қандай тіршілік жасаймыз, ол жерде қандай еңбек түрлері болады, сол туралы жазайық. Көктемдегі іс-әрекеттеріміз, яғни жасайтын жұмысымыз. Ал сіздерге балалар Наурыз тақырыбында кішкене ғана бір шумақ өлең шығарып беріңіздер. Роза Рымбаеваның орындауындағы Наурыз өлеңін тыңдадық. Одан кейін Мыржағұловтың Наурыз өлеңін біз жасанды интеллект арқылы тыңдадық. Иә балалар, солардан өздеріңе үлгі алып, Наурыз туралы шағын өлең шумағын шығара біліңіздер. Кәдімгі тезірек жаза қойып, Наурыз мерекесі туралы. Жазайық, балалар, еңбек туралы. Қандай өлең шығарамыз? Бірге орындайық. Бір оқушы ойын айтып яныңызда тұрсын, топ басшысы соны қағазға түсіре қойсын. Thank you, Lord. Айтсаңдаршы, айтып дауыстарын шығарып сөйлейді. Дауыстарын шығарып сосын топ мүшелері бір-бірлерімізді тыңдап болғаннан кейін егер жазған шығармамыз, әңгімеміз ұнаса, қол шапалақтап бір-бірімізге баға беріп қошемет көрсетейік. Әй болды па балалар? Шағын балалар, шағын. Ойларыңды тиянақтап, шағын. Болды балалар. Қане үшінші топ болды, кәдімгі шығып өлеңдерді оқи қойыңыздар. Наурыз келді нұршашты жер мен көкке гүл қағып. Тыңдайық балалар. Ет пен мол ыдыс ер, әр үйге енесін бір тыныс, қуанышқа толсын бақыт. Кәдімгі ұнады ма балалар
Merekesimin gelecek varmış ve yıllarının Shunday bo'ldi. bu yerda kelganini sezinib ayollar qaror sala beradi. Tangirdim uyingizda dasturxon. Dasturxon desek tangirting bolalar. Dasturxon jayilib, yer tartilib, desangchi Navruz ko'chi, rasallarma, jaraydi. Tomoshalar. Bag'laychi bolalar. Navruz merekasi yaxshi to'laydi. Qaytmaydi. Ko'kimga yemek kelaverdi. Ikkinchidan ko'kimga qanday yengil jasayib ekanmiz? Ko'kkim keldi, ko'k yulg'idi, qor eridi, Alloh ve da'vat Rasul tusga bo'yaldi. Aramda yenglikka kirishdi, akim jim qovushdi, anam gul yetdi. Ularma bolalar. Yaxshi yengil, ko'kimga yengil qalay bo'ladi bizga? Qor erigandan keyin Sharbatdagi bog' bog'chani qo'psitib, ota-onamiz istaydi ekan, akalarimiz avashligib, avlani tozalaydi, yeydi. Jaraysizlar bolalar. O'zi tomosha. Bir-birimizga topshirmalarimizga bergan javob bo'ladimi? Al bulay bo'lsa, bir-birimizga bu жерде biz shumchasib birga жұмыс жасаймыз. Бірақ сіздерге беріп тұрған тақырып өлеңдегі табиғаттағы өзгерістер туралы айтылды. Өлеңде жаңа бізге айтты ғой. Аспанда күннің нұры естеді. Мақпалдай жердің нұры, шамал мен жанды, қыс шыққан өлмейді. Бұл жердегі өзгеріс қандай? Яғни қыстың кетіп, көктемнің келуі туралы айтып тұр, иә? Дәл осылай осы өлең шумақтарын қарап отырып, өздерің жұптасып бірге осы өлеңдегі өзгерістерді жасап ойыңыздар. Бірінші шумақта қыстың кетіп, көктемнің келгені туралы айтылған екен, иә? Қайсы жұптасып бірге орындар. Алдарыңызға бердім тапсырмаларды. Қыстың кетіп, көктемнің келуі. Екінші шумақты қарайық. Әр шумақты оқып, бір-бір сөзден жасайық. Жібек пен Айзеренің жұбы болыпты. Ал оқиық. Тұр оқиық, Жылы жақтан құстардың келуі. Екінші шумақта бізде құстардың жылы жақтан келуі. Жаз шығып кеткен қысы. Қыстың шығып, көктемнің келуін тағы жазыппыз. Тағы Hangi buldu? Güzel. Жылы құстардың келуі жарайсың. Егін егіле жарайсың. Сосын қарым жазын. Қыстың кетіп, көктемнің келгені, құстардың жылы жақтан келгені. Балалар, бірінші топта қай жұптың жауабы сіздерге қатты ұнады? Бір-бірлеріңізді бағалайық. Сендерден кімдікі ұнады? Кімнің жауабы ұнады? Қайсы жұптікі? Үшеуінен қайсы жұптікі? Расул менен іңкәрдікі ма? Қайсы шықлары? Сіздерде кімнің жауабы ұнады?
bardağımız ornumuzdan görüp